Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір өте керемет техникалармен бөліскелі отырмын. Бір видеоның ішінде сізге 3 техника беремін, бірақ әдістері бірдей, дұғалар әртүрлі, сондықтан мен сіздерге қазір барлығын көрсетіп атап өтемін. Бұл техниканың бір жақсы жері айға күнге байланысты емес, бұны любой кезде жасай бересіз. Бұл скоропомощник, яғни жедел әсер ететін дұға. Сондықтан сіздер бұны любой кезде, керек кезінде, любой сізге сәттілік немесе саудаңыз жүрмей қалса, немесе маңызды іс шаруа алдында жасауларыңызға болады. Ең бірінші сіздерге қазір мына техниканы беремін. Бұны кімдерге жасауға болады? Бұл техниканы для везения дейді ғой, сәттілік үшін, барлық істеріңізде береке, сәттілік болу үшін және саудаңызда береке болу үшін жасалады. Өте қарапайым, сондықтан достар, бұл техниканы тағы саудаңыз жүрмей қалғанда жасауға болады, немесе сіз маңызды шаруа алдында жасауға болады бұл техниканы. Егер де сіз үйіңізді арендаға берейін деп жатырсаңыз, немесе үйіңізді сатайын деп жатырсаңыз, көлікті сату алдында жасасаңыз болады. Ол үшін бізге любой свеча керек, парафиновый болсын, церковный болсын, тек түсі қара болмау керек, любой свеча керек, любой. Подсвечникке қоясыз, менде подсвечник жоқ. Тиінге бекітіп қойдым. Свечаны жағасыз. Свечаны жағасызда дұғаны 7 рет оқисыз. Дұғаны 7 рет оқисыз. Дұғаны 7 рет оқып болғаннан кейін мына свеча полный жанып болу керек. Жанып болғаннан кейін бұны любой ағаштың түбіне лақтырып кетесіз. Болғанын дұға зат оқымайсыз. Дұғаны тек свеча жанғаннан кейін, жаққаннан кейін сразу 7 рет оқисыз. Болғаны. Осыдан кейін любой свечаның, любой ағаштың түбіне лақтырып кетесіз. Болды достар, бұл техниканы түсінікті деп ойлаймын. Екінші техниканы айтып өтемін қазір. Екінші техника кімдерге жасауға болады? Екінші техниканы жұмысыңызда сәттілік үшін, жұмысыңызда для везения сәттілік үшін, жұмысыңыз табысты болу үшін, жұмысыңызда ешкім айқайлап ұрыспай, тек жұмысыңызда жолыңыз болу үшін жасалынады. Оғанда әдеттегідей жағында любой бір свеча керек, даже парафиновый свеча, ол химия сататын нелерде, дүкендерде міндетті түрде табылады деп ойлаймын. Любой свеча керек, түсі тек қара болмаса болды. Мен тек үлгі үшін осы свечаны қолданып жатырмын. Подсвечникке қоясыз свечаны, қойғаннан кейін міне дәл жаңағыдай әдіспенен свечаны жағасыз, жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқисыз. Дұғаны 7 рет оқисыз. Бұны любой кезде жасай бересіз, бірақ әр айдың 1-ші және 15-ші числосында жасайсыз. Сонда айына бұны 2 рет жасайсыз. Айына 2 рет жасасаңыз, сіздің жұмысыңызда ешқандай кедергі болмайды сізге. Әрдайым жолыңыз болып, істеріңіз алға басады. Осы свечаны жақтыңыз, жаққаннан кейін жаңағы мен айтқандай 7 рет оқыдыңыз. Оқып болғаннан кейін мынаны свеча полностью жанып болғанын қадағалайсыз. Свечаның қалдығын ең соңында любой жаңағыдай ағаштың түбіне барып лақтырып тастайсыз. Болды, басқа еш нәрсе жасамайсыз достар. Енді достар, үшінші техникамды сіздерге сіздің қалауларыңызды орындалу үшін жасайсыз. Немесе для исполнения желания. Желанияңыз қандай болу керек? Миллион, миллиард армандамайсыз. Ойыңызға сыймайтын затты армандамайсыз. Чисто житейский болу керек. Осы өмірде қарапайым күнделікті қажет затты армандауыңыз керек. Мысалға, ол тек затқа байланысты емес, жақындарыңызға байланысты болуы да мүмкін. Мысалға, қызым күйеуге шықсын, немесе балам үйленсін деген сияқты қалауларыңызды армандасаңыз болады. Бұл да қарапайым, өте жаңағы әдіспенен любой бір свеча керек, даже парафиновый, ешқандай
цвет маңызды емес, тек қана темный цвет, қара цвет жарамайды. Подсвечникке свечаны қоясыз. Мен тек оңай болсын деп жанып тұрған свечаны әкелдім. Подсвечникке осылай қоясыз. Қойғаннан кейін жағасыз, жаңа әдіспен жағасыз. Жаққаннан кейін мен берген дұғаны, достар, дұғалары әртүрлі. Әр техниканың дұғалары әртүрлі. Мен жазып қоям астына комментарийға. Содан қарап сіздер көшіріп алып, немесе телефоннан оқуларыңызға болады. Осындай жаңағыдай свечаны жағамыз. Жаққаннан кейін 7 рет оқимыз. Атыңыз деген жерде атыңызды айтасыз. Жаққаннан кейін мына отқа қарап жаңағы қалауыңызды, желанияңызды елестетуіңіз керек. Елестетіп болғаннан кейін бұл техникада ештеңе айтпайсыз, тек елестетуіңіз керек. Сосын дұғаны 7 рет оқисыз болғаны. 7 рет оқып болғаннан кейін мынаны жаңағыдай полностью жанып болғанын қадағалауыңыз керек. Жанып болғаннан кейін, мысалы, мынау не қалды. Жанып болғаннан кейін осыны сразу мүмкіндігіңіз болғанша осыдан құтылу керек. Теріп аласыз да қалдығын, осыны ағаштың, любой ағаштың, өліп қалған ағаш болмайды, кәдімгі жас ағаштың, өсіп тұрған ағаштың түбіне тастайсыз. Егер сол күн апарып тастау мүмкіндігіңіз болмаса, бұл бір суткінің ішінде осыдан құтылуыңыз керек. Болды, достар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Лайк басып мені қолдап кетіңіздер, және каналыма келген жаңа көрермендер болса, жазылып каналыма лайк басып кетіңіздер. Сәттілік, достар.